Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Бүгін сіздерге инемен емдеу жайында айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ине терапиясы немесе акупунктура деп аталатын емдеу шарасы арнайы инелердің биоактивті нүктелерге әсер етуіне негізделген. Адам ағзасында 600-ге жуық белсенді нүкте бар, және олар тері астындағы әртүрлі тереңдікте орналасқан. Әрбір биоактивті нүкте кез келген органға немесе жүйеге жауапты. Акупунктура әдістері әсер ету орнына байланысты ерекшеленеді. Мысалы, неврологиялық бұзылулар үшін қолданылатын бас сүйек пен құлақтың акупунктурасы бар. Инемен емдеу әдісі бізге ежелгі Қытайдан келген. Ежелгі шығыс философиясы бойынша әрбір ауру өмірлік ци энергиясы тоқырау кезінде пайда болады. Белсенді нүктелердің көзін ашу күрделі метаболикалық гормондық процестерді реттеуге мүмкіндік береді. Мәселені жеңу үшін энергия балансын қалпына келтіру қажет болғандықтан, ине терапиясының негізгі қызметіне сәйкес дененің жұмысын қалпына келтіреді және күрделі созылмалы ауруларды емдейді. Бұл релаксация терапиясын арқадағы ауырсыну, бас ауруы, артрит, остеохондроз және басқа да тірек қимыл аппаратының ауруларын емдеу үшін қолдануға болады. Сондай-ақ инемен емдеу стресс, ұйқысыздық, депрессия және басқа да психологиялық мәселелерден арылуға көмектеседі. Инемен емдеу ұсынылатын ең көп таралған ауруларға сезімталдық пен моторлық функцияның бұзылуымен жүретін неврологиялық аурулар, тірек қимыл аппаратының аурулары, сондай-ақ мигрень, бедеулік, синусит, мұрыннан судың ағуы, астма, невралгия және басқа да аурулар жатады. Ине хирургиялық құрал болып саналмайтындықтан, акупунктура жарақатсыз емдеу әдісі деп танылған. Дегенмен кез келген басқа емдеу әдісі сияқты, инемен емдеу де өзіндік қарсы көрсеткіштері бар. Мысалы, жұқпалы аурулары бар, қанның ұюының бұзылуы, онкологиялық аурулар, гемофилия, психикалық бұзылулардың ауыр түрлері, металдарға аллергиялық реакциялар және тағы басқа дерттер кездесетін болса, ине терапиясын қолдану ұсынылмайды. Инені енгізу орындарындағы тыртықтар, бөртпелер ине қоюға қарсы көрсетілім болып табылады. Сондықтан емдеуді бастамас бұрын дәрігермен кеңесу қажет. Инемен емдеу көптеген ауруларды емдеуде тиімді болуы мүмкін, дегенмен әр ағзаның өзгеше екенін және емдеу нәтижелері әртүрлі болуы мүмкін екенін түсіну керек. Құрметті достар, егер де видео ұнаса, пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қазақ тілді арнаны қолдап кетулеріңізді сұраймын. Алда әртүрлі қажетті ақпараттар мен қызықты деректер ұсынатын боламын.